Атырау облысы эпидемиологиялық ахуал бойынша қызыл аймақта. Өңірде орналасқан мұнай тасымалы өндірісінде санитарлық талаптар күшеюде. Құлсары мұнай құбыр басқармасында қызметкерлердің дене қызуын өлшейтін тепловизормен қатар бейнекамера жеке қорғаныш құралдарының болуында қадағалайды. Бір адам температурамен жатса, мына жерден қызыл жанып, кейін қарта қайтарылады. Яғни осы Құлсары мұнай құбырлар басқармасына келген адамдардың бәрі, қызметкерлердің бәрі таңертең жұмысқа келерде, әбетте, кешке қарта барлығы температурасы бақылауда тұрады. Сосын жаңа маска киіп жүрген адамдардың бәрі бақылауда тұрады. Біз жаңа құрылғының дәлдікпен істейтініне де көз жеткізіп көрдік. Маскасыз кірген адамды күзетші дереу тоқтатып кері қайтарады. Ал дене қызуын бақылайтын тепловизор қашықтан адам температурасын нақты көрсетеді. Егер басқарманың ішіне енгенде санитарлық талаптар бұзылса, бақылау мониторында белгі шығады. Осындағы қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін жасалған шара. Тепловизор арқылы дене қызуын бақылау өзіміз үшін қажет. Ал маскалық режим ол қатаң сақталатын тәртіп. Бізге сырттан мердігерлер келеді, олардың дене қызуын білу және маскалық режимді сақтау аурудың алдын алуға бағытталады деп білеміз. Тепловизор мен бейнекамера орнатылғалы дене қызуы бар адамның басқармаға кіруіне тосқауыл қойылды. Ал маскалық режимді сақтау жалпыға ортақ талап. Нұрлыбек Ғизатов, арнайы корпоративтік телеарна үшін Құлсары мұнай құбыр басқармасынан.